Сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей доллар кезет арнасы. Бүгін мен сіздерге бүгінгі таңда әлемдегі ең бай адамдарды айтатын боламын. Forbes журналы әр жыл сайын табысты адамдардың рейтингін жариялайды. Биылғы жылы рейтингте қандай өзгерістер бар, кімдер бар? Олай болса мені мұқият тыңдаңыздар. Әлемдегі ең бай адам анықталды. Былтыр бұл тізімде көш бастаған кәсіпкер Илон Маск екінші орынға сырғыды. Forbes нұсқасы бойынша әлемдегі ең бай адамдардың жыл сайынғы рейтингінде биыл LVMH тобының Кристиан Диор, Луи Виттон, Шандон Моэт брендтерінің иесі Бернард Арно көш бастады. Кәсіпкер мен оның отбасының байлығы 211 миллиард доллар деп бағаланған. Алдыңғы жылы 158 миллиард доллар болған еді. 2022 жылғы дағдарыстан кейін француз кәсіпкері тізімдегі капиталы 200 миллиард доллардан асатын жалғыз миллиардер болған. Екінші орында былтырғы рейтингтің көшбасшысы, Tesla басшысы және SpaceX компаниясының негізін қалаушы Илон Маск тұр. Биыл оның байлығы 180 миллиард доллар деп бағаланып отыр. Жыл ішінде акциялардың құлдырауы мен пайыздық мөлшерлемелердің өсуіне байланысты Маск шамамен 40 миллиард доллар жоғалтқан. Рейтингтегі үшінші орында Amazon компаниясының негізін қалаушы Джефф Безос тұр. Оның таза байлығы 2021 жылы 171 миллиард доллардан 2022 жылы 114 миллиард долларға дейін төмендеген. Былтырғы сияқты биыл да топ 5-тікке Oracle корпорациясының негізін қалаушы Ларри Эллисон 107 миллиард доллармен 4-ші орынға жайғасқан. Және Berkshire Hathaway компаниясының бас директоры Уоррен Баффет 106 миллиард доллармен тұр. Әлемдегі бай адамдардың бірі Microsoft корпорациясының негізін қалаушы Билл Гейтс 104 миллиард доллар байлығымен биыл 4-ші орыннан 6-ші орынға төмендеген. Былтырғы байлығы 129 миллиард доллар болған еді. Ал Forbes нұсқасы бойынша биыл әлемдегі ең бай әйел адам атанған L'Oreal компаниясының тең иесі Франсуаза Бетанкур Майерес иеленді. Оның отбасылық байлығы 80,5 миллиард долларға бағаланған. Forbes'ін есептеуінше биыл миллиардерлердің жалпы байлығы 12,2 триллион долларды құрайды. Басылым былтырғы жылдың наурыз айымен салыстырғанда бұл көрсеткіш 500 миллиард долларға азайғанын атап өтті. Forbes журналының жаңартылған рейтингінде ең бай қазақстандық азаматтар да бар. Сіздерге қызық болса алдағы уақыттарда айта жатармын. Достар, осымен видеомыз өз мәресіне жетті. Сіздерге пайдалы ақпаратты бере алдым деп ойлаймын. Менің арнамнан басқа да пайдалы ақпараттарды көре аласыздар. Сіздермен бірге болған доллар кезет арнасы. Видео ұнаса, сізге пайдалы болса, арнаға тіркеліп, лайк басып мені қолдап қойыңыздар. Әр қазақ бай қуатты болсын. Келесі кездескенше.